Манзи өте күшті самурай. Оның қожайыны оған сатқын лорд пен оның жақтастарын өлтіруді бұйырады. Оларды өлтіргеннен кейін самурай қарындасын алып қашады. Қуғыншылар оның ізіне түседі. Әзірге Манзи артына түскендерге тойтарыс бере алуда. Бір күні Манзи бір таңғаларлық кемпірмен кездеседі. Манзи кемпірмен сөйлесіп тұрғанда қарындасы кетіп қалады. Ағасы оны тез арада қуып жетеді, бірақ қыз рониндардың қолына түсіп қалыпты, олардың өлімін қалайтын. Рониндардың бастығы самурайға қарындасының өмірін сақтап қалғысы келсе, қаруын тастауды бұйырады. Манзи бағынады, бірақ қыз босап шыққан кезде зұлым ронин оны арқасынан пышақтап өлтіреді. Кек алу үшін Манзи барлық рониндерді қырып тастап, өзі де ауыр жарақат алады. Самурай өлуге дайын, себебі оның өмірінде енді мән мағына қалмады. Алайда сол сәтте кемпір Ябекуна Манзиді мәңгілік өмірмен марапаттап, оған барлық жараларды емдемейтін қасиетті қан құрттарын береді. Бірақ бұл оның жүрегіндегі ауруды емдемейтін. Сол кезден бері жарты ғасыр өтті. Аносу есімді біреу шебер жауынгерлерді жинап, қылыш шеберлігіне үйрететін мектептерді жоюға кірісті. Ол бір мектеп құруды армандады. Ол және оның Иттору деген оқушылары Риннің үйіне келіп әкесін өлтірді. Ал кейін оның анасын алып кетті. Ал қыз әкесінің моласын тауып, Аносудан кек алуға ант берді. Зиратта Ябекуне оған жақындап, Манзиден көмек сұрауға кеңес береді. Қыз саяхатқа шығып, Манзи тұратын үйді табады. Ринді көргенде, самурай өзінің қайтыс болған қарындасын көргендей болады. Алайда қыз көмек сұрағанда, Манзи одан бас тартады. Қыз кетіп қалады да, жолда Аносудың адамын кездереді. Ол Риннің анасының шабылған басын иығына іліп алған екен. Бұл қыздың ашуын келтіріп, ол шайқасқа дайындала бастайды. Бірақ сол кезде Манзи іске кіріседі. Сабата оны ауыр жаралап, жеңгеніне сенімді болған. Алайда Манзи өлмеді. Ол қайтадан тұрып Сабатаны өлтіреді. Осыдан кейін ол Ринге кек алуға көмектесуге келіседі. Хабаки Аносуға келісім жасайды. Хабаки сёгунатқа арналған әскери мектеп ашқысы келеді, және сол мектептің тәлімгері ретінде Аносуды тағайындағысы келеді. Кездесуден кейін Аносу Сабатаның өлімі туралы хабарды естиді. Ол Тайты Магацуды оны өлтірген самурайды анықтауға жібереді. Ол оны тауып, айқас басталып, Магацу қарсыласын ауыр жаралайды, бірақ ол тірі қалады. Манзи оған қылышын тығып алды, бірақ ол да тірі қалады. Магацу қожайынына Манзиді адам емес, құбыжық екенін айтады. Манзи Ринге тиесілі отбасылық қылышын алып, оны қызға қайтарады. Көп ұзамай ол Эйкумен кездеседі. Эйку онымен одақтасуды ұсынады, бірақ Манзи онымен жұмыс істеуге ниетті емес. Олар жанжалдасып қалады. Сол кезде Эйкудың де мәңгілік өмірге ие екені белгілі болады. Ол қан құрттарының өміршеңдігін бәсеңдететін ерекше уды тапқан екен. Эйку Манзиді сол умен уланған қылышпен ұрып, оны әлсіретеді. Самурай кетіп қалды. О нәтижесінде оның жаралары жазылар емес. Кешке Эйку оларды қуып жетіп, Манзимен қайта шайқаса бастайды. Ол самурайды өлтіру үшін уланған қаруды қолданды. Бірақ Манзи қарсылық көрсетіп, Эйкуді өз қылышымен өлтіреді. Келесі күні Манзи тар көшеде Макимен кездесті. Олар адам жоқ жерге аттанып, кім мықтыны анықтайын деп шешті. Маки жеңіске жетуге жақын болды, бірақ шешуші сәтте тоқтап қалды. Ол өз әрекетінің дұрыстығына күмәндана бастады. Ол Манзидің әділдікті қалпына келтіруге тырысып жүрген қызға көмектесіп жатқанын білгенде, оны өлтірмей кетіп қалды. Ол Аносуға оның тапсырмасын орындамағанын хабарлайды. Таңертең осы шайқастан кейін Рин орманға жаттығу жасау үшін барды және сол жерде Аносуды кездірді. Аносу оған не үшін әкесін өлтіргенін ашады. Анықталғандай, оның арғы-атасы Аносудың ата-бабасына қарсы болған екен. Сондықтан Аносу Асано отбасын қырып тастаған. Осы оқиғаны айтып, ол Ринді жалғыз қалдырып кетеді. Аносудың шәкірттерін өлтірген Торудың жаулары оның ұстазымен кездесу үшін Додзиоға бара жатқанын естіді. Аносуды өлтіруді көздейтін Широ сонда танып бара жатқан. Алайда олардың алдында Манзи пайда болады. Самурай олардың неге Аносуға қарсы шығып жатқанын білгісі келеді. Шира самурайды өз үйіне шақырып, оларға бірлесіп әрекет етуді ұсынады. Ол өзінің адамдары арқылы Аносудың Додзиға бара жатқанын біліпті. Олар сонда бірге аттанады, бірақ бұл тұзақ болып шықты. Аносу өзін біреулер өлтіруді көздеп жүргенін түсініп, адамдарына тұзақ қоюды бұйырған. Бірақ Шира мен Манзи жауларды жеңіп шығады. Шира ашуланып, өзін Аносу ретінде көрсеткен әйелді зорламақшы болады. Рин әйелді қорғауға тырысады, бірақ Шира оның бетінен ұрып жібереді. Ол қызға зорлық жасаймын деп қорқытқан кезде Манзи оның қолын шауып тастайды. Түнде Рин Манзиден кетуге бел буады. Себебі ол Манзидің ол үшін өмірін қауіпке тіккенін қаламайды. Сондықтан ол Манзиге хат жазып, жауын іздеуге жалғыз аттанады.
Осы уақытта Манзи Широ мен оның жақтастары үкіметтің тапсырмасын орындап жүргенін біледі. Оларға Аноцуды өлтіру бұйырылған, әйтпесе олардың өздерін өлтіреді. Риннің жазған хатын оқығаннан кейін Манзи оны іздеп шығады. Ол қызды өз қарындасындай жақсы көріп, оны жалғыз қалдыра алмайтынын түсінді. Осы уақытта Аноцу додзе шеберіне аттанады, алайда бұл тұзақ болып шықты. Сөйтсе, Хабаки оны осы уақыт бойы алдап келген екен. Шын мәнінде ол Аноцуды және оның барлық жақтастарының өлімін қалайды. Оның адамдарын улап, бауыздап тастаған. Хабакидің адамдары Аноцуды қоршап алды. Бұл уақытта Рин де сонда болды. Аноцу оған кетуге кеңес берді, бірақ қыз оны тыңдамады. Қарсы алдында тұтас әскердің тұрғанын көргенде, ол таңданып, өзінің жауын қорғайын деп шешті. Бұл уақытта Манзи оны құтқаруға асықты, бірақ жолында 3 жауынгер тұрды. Оларға жету үшін ол алдымен осы жауынгерлермен шайқасу керек болды. Жеңу үшін ол өз еркімен қолын кесіп тастады, кейін екінші қолынан да айырылды. Бірақ шайқастан кейін Манзи қол аяғын қайта қалпына келтіре алды. Сол сәтте Хабаки Рин мен Аноцуды өлтіруге бұйрық берді. Бірінші самурай шабуылға шыққанда Манзи оның соққысын тойтарды. Ол түсіне алар емес, себебі Рин Аноцудың өлімін қалаған, бірақ енді оны қорғап тұр. Манзи не істеу керектігін сұрағанда, қыз оған алдымен Хабакидің адамдарын өлтіруді ұсынды. Біршама уақыттан кейін олардың қатарына Маки де қосылды. Ажалсыз самурайды жаулар қоршап алған кезде Шира пайда болып қызды ұрлап кетті. Ол осылай кесілген қол үшін кек алмақ болды. Манзи Ринді құтқаруға асықты. Аноцу мен Маки Хабакидің адамдарын түгелдей қырып салды, бірақ Хабакидің әлі де соңғы айласы бар еді. Ол шайқасқа оқ ататын қаруланған сарбаздарды шақырды. Олар оқ жаудырғанда Маки Аноцуды өз денесімен қорғады. Содан кейін ол сарбаздарды өлтіріп, өзі қаза тапты. Аноцу мен Хабаки жалғыз қалып, олар қылышпен шайқасуға кірісті. Шира Ринді сарайға байлап, оны өлтіретінін айтып қорқытты. Ол самурайға қаруын тастауды бұйырды. Сол кезде Манзи осыдан 50 жыл бұрын дәл осындай көріністің болғанын есіне алды. Сол күні ол қарындасынан айырылған еді. Енді ол оны қайталағысы келмейді. Ол қаруын төмен түсірді, бірақ белінен пышақ алып, Ринді байлаған арқанға көздеді. Қыз босап шығып қаша жөнелді, ал оны қорғаушы мен жауы шайқаса бастады. Алайда бұл жолы Манзи қылыш қолданған жоқ. Ол Шира мен еңістен төмен қарай домалап түсті, бірақ Широ ағаштың тамырынан ұстап қалды. Манзи тамырды кесіп жіберіп, ол жерге құлап қайтыс болады. Аноцу Хабакиді жеңгеннен кейін Манзи мен Рин оның соңынан кек алуға келді. Самурай Аноцумен шайқасып, оны жеңді, соңғы соққыны Ринге қалдырды. Бірақ Рин өзінің жауын өлтірмеді. Аноцу өмірінің соңына дейін және тіпті өлгеннен кейін де жауларын қудалайтынына уәде берді. Ол кетіп бара жатқанда Рин оған шабуыл жасамақ болды. Бірақ Аноцу оған дайын болып, соққы жасауға оқталды. Сол кезде дер кезінде жеткен Манзи қызды қорғап, Рин Аноцудың денесіне қылышын тығып алды. Енді самурайдың мақсаты Ринді қорғау, және ол тірі болғанша Манзиде өмір сүреді. Осы жерден фильме аяқталды. Егер осындай видеоларды жиі көргіңіз келсе, каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыз. Қоңыраушаны қосып қойыңыз. Сіздермен бірге болған кино айтушы.